Қайырлы күн оқушылар, тоғызқұмалақтан қанша жүріс есебі бойынша 3-ші сабағымызды бастаймыз. Өткен сабақта берілген үй тапсырмасын тексерейік. Мұнда 1-де 3 құмалақ болса 22 жүріс, 3-де 2 құмалақ болса 12, 5-де 3 құмалақ болса 10, 7-де 1 құмалақ болса 2 жүріс болады. Отауда 4 құмалақ болса 4x алу 5 формуласын қолданамыз. Мұндағы x құмалақ жинайтын отау санынан құмалақ тұрған отау санын алу. Егер 4 құмалақ болса 4-ке көбейтіп формула бойынша 5-ті азайтамыз. Бірінші есепте 3-те 4 құмалақ болса 9-дан 3-ті азайтқанда 6 шығады. 6-ны 4-ке көбейтіп формула бойынша 5-ті азайтамыз. 19 жүріс болады. Бірінші есептің астына 19 деп жазамыз. Екінші есепте 6-да 4 құмалақ болса 9-дан 6-ны азайтып 4-ке көбейтеміз және 5-ті азайтамыз. 7 жүріс болады. Екінші есептің астына 7 деп жазамыз. Үй тапсырмасы ретінде мына кестедегі есепті формула бойынша шығарып көріңіздер.